Актердің ойында фальш болса, өтірік болса, бүкіл кино жоққа шығады. Театрда мұны 3 ай, 4 ай, кейде ауыр спектакльдерді 6 айға дейін дайындап, әр сөзім бойыңа сіңіресің, даусың бүкіл артқы қатарда отырған көрерменге жету үшін дауысты орнына қоясың. Ал кинода бұл мүмкіндіктің біреуі де жоқ. Рөлді қолыңызға берді, таңертең бір-екі рет читка жасайды, жаңағы актерлар отырып оқып, сөзді санаңа сіңіресің. Режиссер бір тыңдайды да, кемшілігіңізді айтады, ары қарай сіз тек қана камерамен жекпе-жекке жалғыз қаласыз. Сіздің тағдырыңыз камераның алдында шешіледі. Оның кейін монтаж жасайды, музыка қосылады, бәрі көркемдегенмен актердің ойында фальш болса, өтірік болса, бүкіл кино жоққа шығады. Ол Мұқағалимын деп тұра ма, ол Абаймын деп тұра ма, ол тек қана киім киген пәленші деген актер ғана.